Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жақсы. Көңіл күйіңіздер қалай? Бұрын біз тоқтасып аламыз қазір. Тақтаға шығып, тақтада ілініп тұрған мына кеспе қағаздарымыздан аламыз. Бұнда қараңыздар, бірінші, екінші топ деп берілген. Бірінші топ би тобына отырады, екінші топ түскен хан тобына отырады. Енді не үшін би, не үшін хан тобыға бөлінеміз? Оны сабақ барысында үйреніп аламыз. Алып келеміз. Бірінші мынау оқушыларымыз келіңіздер. Бірінші би тобына отырады. Екінші топ түскен арасын ашарыз. Болды, отыра береміз. Оқулықтарымызды алып, өз топтарымызды топтасып аламыз. Тез оқулықтарымызды аламыз да. Бірінші топ би тобына. Екінші топ. Үйге тапсырмаға? Өте жақсы. Не істеуге беріпті сабыңыз? Не істеп келеміз? Жақсы, оқы дәптерде. Үйге тапсырмаға. Арналады. Дауласын. Жақсы. Ал енді мына топтан үйге тапсырманы оқып жібереміз. Қанекей, Нигара, оқып жібер. Еліне ұнатын тілегішінге ұлым отанының тілегісін, өзгесін туған жерден бірек тұрған қадірген атасаңның білегісін. Ешкім жетсін таға алмас елдігіне, дауласып жармаспайды елдігіне. Басында атасаңның өрлеп тұр, даланың кеңдігі де Жақсы, жарайды. Ал қалғандарды дәптерді орындап келген бе? Енді қалғандарды сабақ барысында тексеріп, бағалап қойып жүреміз. Бағалап барғанда не істейсіздер? Сабақ барысында қанша тапсырма орындап, қанша тапсырма істесек, сол тапсырма арқылы мына өзімізді бағалап отырамыз. Қолымызда қаламымыз бар, қаламымызда. Осының қасына қандай тапсырманы орындағаныңыздарды белгілеп отырасыздар. Сабақ соңында сіздер қанша тапсырмаға жауап бердіңіздер, соны бағалап барамыз. Түсінікті ме? Ал, жарайсыңдар. Өзімізді бағалаймыз, я? Бағалай аламыз ба? Дәйек сөзіміз бар, я? Құндылықтарымыз бар, я? Бұл аптаның дәйек сөзі әдебиетте берік болса, аяғын таймайды. Мағынасы қандай? Өмірде әділ болсаң, жолың жарық болады, жолың ашық болады. Жарайсың. Онымен де таныс, я? Топтың несі болады өзінің? Топқа арналған ережесі болады, я? Ал ережесінде не істеуіміз керек екен? Қараңыздар. Бірінші болып берген сұрақтарыңа, берген тапсырмаларыңа белсенді болуымыздар керек. Және бір-бірімізді тыңдап отырғанда шыдамдылық танытуымыз керек. Тағы топтасып жұмыс істегенде достық қарым-қатынаста болуымыздар керек. Және бір-бірімізді ойымызды сыйлап, тыңдап отыруымыз керек. Басқа адамды да тыңдай білуіміз керек екен. Барлығын бірге жасасақ, ынтымақтастықта не істейміз? Жұмыс істейді екенбіз. Осы ереже сабақ барысында мына неде ілініп тұр, соған қатаң түрде қарап жұмыс істейміз. Қандай сұрақ түссе, сол сұраққа не істейміз? Жауап беріп отырамыз. Және бұл өткен сабағымызды қорытып аламыз пысықтап. Есімізге түсіріп. Ал оқимыз сұрақты. Етістің қанша түрі бар? Олар қайсылар? Қанша түрі бар екен?
Al endi bugungi sababimizni bastayıq, taqribini жазамыз. Dəftərimizdə açımızda Qaraşanın 29-u, sabahın taqribi 7 jar. Al oquşlar bugungi sababımızın maqsadi prozалық шығармадан үзінді тыңдап көтерілген мәселені анықтау. Яғни ырықсыз етістің қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарды орынды қолдану. Осы мақсатқа біз соңғы сабақ соңына жетуіміз керек. Ол не? Хабарды жеткізу және хабаршы екен. Екіншісі Динара оқы. Билет бейнесі, билет бас қосқан үшін. Билет кеңесі және оның мағынасы билет бас қосқан жиын екен. Мына жақта сәтназ оқып жібереміз. Құрылтай дегеніміз үлкен жиналыс деген мағынаны білдіреді екен. Мына жақта сәтназ оқып жіберген соңғысыны. Бірінші билік айтушы, келістіруші, қазы. Төреші билік айтушы, келістіруші, қазы. Ал енді 7 жарғы болды, я? Ал 7 жарғыны біз мәтінini қолымыздағы қазып беремін. Сол мәтінді 2 топ оқимыз. Тез-тез жартысына дейін би топ оқиды, жартысына дейін қан топ оқиды. Танитын бастады. Zat және би қандай? Ал енді әрбір мәтінді, әрбір топтасып, 4 сұрақ қарастырады. Мәтінді оқыдық, я? Тағы топтасамызда бірге келесі топпен жұмыс жасаймыз. Мәтінге әр мәтінімізді әр топ 4 сұрақ қарастырады. Ортада топтасып, манеке бастады. Тәуке ханның аты тарихта қандай заңдармен байланысты? Екіншісі, жеті жарғы қандай салалардың жиынтығы? Жеті жарғы орыс деректерінде қандай атпен аталады? Жарайсыңдар, сұрақ дұрыс құрастырылған, я? Тарихта қандай аталады? Екінші сұрақ, жарғы сөзі қандай ұғымды білдіреді? Үшінші сұрақ, Тәуке хандан алдын қандай заңдар болған? Жарайсыңдар, дұрыс құрал. Дегеніміз сонда не істеліпті? Кім туралы болыпты? Тәуке хан, яғни билер, я? Олар қандай заң шығарыпты? Жарайсыңдар, ал енді сол хандан мәлі қысқаша не қыламыз? Танысып шығамыз. Біріншісі Жәңгір ұлы Тәуке хан. Тәуке хан, қазақ хандарының ханы, Салқам Жәңгір ханның баласы, шешесі Қалмақтың Қошалы тайпасына билеушісі. Күндәйлен тайпасының қызы. Мұрагерлік жолмен қазақ хандығының билік тізгінін қолға алған кезде Тәуке ел ағашы жасына келген, ақыл тоқтатқан мемлекет ісіне араласып, мол тәжірибе жинақтаған билікті хан болды. Жараймыз. Кеңгісі Арғын. Кеңгісі бұлар кім екен оқимыз? Үш жүздің белі төре, қазбет, айтеке. Ерте заманда осы күнгі соттыңда тергеушінің белі түріндегі атқарған белі бір ғаны сөзімен бауырына келері көрсесін бауыр. Жарайсыңдар. 17-18 ғасырлардағы ауыр жағдайдан алып шығуға атсалысқан үш бидің бірі. Оны Сүлеймен кезінде атақты Әбілмағамбет, Абылай хандар да танысқан. Жақсы. Ал келесі Айтеке би. Айтеке би өз заманында жоғары білім алып, бірнеше шығыс тілін араб, парсы, түрік тілдерді жете меңгерген. 5 жасынан ана тілдерді мектебінен өткен. 7 жарғы дегеніміз бірінші жарғыда нені қоқ етеді десіз. Фатима. Бірінші жарғы жер дауы, екінші жарғы ұлпақ тәрбиесі, үшінші жарғы қымыз, төртінші жарғы дулат арасындағы дау, бесінші жарғы ел бірлігін сақтау, алтыншы жарғы күн дауы, жетінші жарғы жесір дауы. Ханымыз құрастырған екен. Енді 7 жарғыны әрбіріне жеке тоқталатын болсақ, қараңыздар, қолыңыздарға қазір осы 7 жарғы несін беремін.
Alыңızlar. Bu da toplum жұмыс. Қараймыз. Мен сынаққорлық жасап, ақ некелі бұзушыларға өлім жазасы бұйырылсын. Бұл шараттың бірлігін қамтамасыз еткен мектеп арасында адалдықты талап еткен маңыз. Екінші жарғы. Ұрланған жылқы өзге де құнды мүлік үшін 10 есе артық айыппұл төлеттірілсін. Ал өткен сабағымызды қайталап алдық, өздік және өзгелік. Мына тақтарға қарасаңыздар, өздік етістің қосымшалары н жұрнақтары тұр. Кейінгісі өзгелік етіс. Өзгелік етісті өттік, я? Біз өзгелік етісіміздің қосымшалары қайсылар еді жұрнақтары? Сіз етісті Венера оқып жібереміз. Ережесі. Жұрнақтары? Жұрнақтары мысалы есеп ашылды, тамақ пісірілді, дәптер қатталды. Жақсы. Ал енді аяқталса, Л дыбысы болса, Н жұрнақтары да қолданылады. Мысалы, төленді, білінді, салынды. Ал енді осы жерде не есімізге түседі? Өздік етістік. Етістіктер берілген. Етістіктерді мына 3 банкаға ажыратып саламыз. Бұның аттары бірісі өздік етіс, кейінгісі өзгелік етіс, үшіншісі іріксіз етіс. Біз 3 етістің түрін өттік, дұрыс па? Ал енді тез өзіміз өз дәптерімізде тапсырманы орындаймыз. Тапсырманы орындап болған болса, ал енді дәптерімізді мына немен тапсырманы дұрыс жауабымен тексеріп аламыз. Тез өз-өзімізді бағалаймыз. Кім қаншалықты дұрыс, кім қаншалықты қате орындағанын білеміз. Біріншісі өздік етіс тапсырма. Оқулықтағы 3-ші тапсырма. Мәтінде сұраққа жауап беретін сөздерді анықта дәптерге жаз депті. Мәтінімізде берілген осы мәтінге қара, мына сұрақтарға жауап беретін сөз тіркесini жазасыздар. Ал тез орындаймыз. Венера, оқып жіберші бірісі. Дұрыс келді ме? Заң шығару. Кейінгісі? Әділ жүргізу. Үшіншісі заңдық жүйе, қатынастарды реттейтін, ұлт қауіпсіздігін қамтамасыз ету ережелеріне қызмет етеді. Жақсы, барлығымыз осындай ма? Ал өзімізді бағалап отырамыз. Енді сонымен бізді сабағымыз аяқталды. Осы сабағымызда бағана мақсатымызды айтқан едік, бізді мақсатымыз не еді? Мақсатымыз прозалық шығармадан үзінді тыңдап көтерілген мәселені анықтау еді. Анықталды ма мәселеміз? Жеті жарғы тақырыбымыз ашылды ма? Жақсы. Кейінгісі тілдік балдардан іріксіз етістің қызметін біліп, ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану еді. Қолдана алдық па? Тапсырмаларымызды барлығында орындай алдық, я? Бүгінгі сабағымыз түсінікті болды, дұрыс па? Ал енді сіздерге бағана берген өз-өзімізді бағалау парағы бар еді, я? Бірінші маған алып шығып, осы өзіңіздерді бағалап отырған параңдарды маған бересіздер, белгілеп отырған болса. Барлығымыз сабақта жақсы белгістерді қатысты. Енді осы бағалау параңыздарға қарап, білім бұл сабағымыз кімге қаншалықты түсінікті болды, кім не түсінді, немесе түсінбей қалды, кім қаншалықты үйренгісі келеді. Осыған сабаққа кері байланыс жасау үшін алдыңыздарда
Al bugungi sababimiz qiziqdi o'tgan bo'lsa, o'ta yaxshi